Биылғы жылы 100 жылдық мерейтойы аталып өтіп жатқан Мәжит Сапарғалиұлы Бегалин қазақ өнеріндегі ұлы тұлғалардың бірі. Ол ұлттық киноның дамуына сүбелі үлес қосты. Кешегі алыптар шоғырында Шәкен Айманов, Сұлтан Қожықов, Абдолла Қарсақбаевтармен бірге классикалық дүниелер жасап, ұрпақ игілігіне қалдырды. Мәжекең Шоқан Уәлиханов, Мәншүк Мәметова, Бауыржан Момышұлы туралы көркем туындылар жасады. Ал Тұлпардың ізі фильміне мал баққан қарапайым шаруа отбасының өмірін арқау етті. Режиссер ең алдымен адам жанының тылсым сырларына үңілді десек, жаңылыспаймыз. Аса көрнекті режиссер Мәжит Сапарғалиұлы Бегалин 1950 жылдан 1978 жылға дейін Қазақфильм киностудиясында режиссер болды. Өз замандастары туралы бұл шұғылада болған еді, жерге қайта оралу, Тұлпардың ізі атты көркем фильмдерін түсірді. Жоғарыда айтып өткендей Шоқан Уәлиханов туралы оның күні туады 1957 жылы картинасын түсірді. Бауыржан Момышұлы жайындағы ел басына күн туса фильмі сценарийінің авторы әрі режиссері болды. Мәжит басқа режиссерлерге ұқсамайтын, тек өзіне ғана тән қолтаңбасы бар шеберлік иесі. Бұл ерекшелік оның түсірген барлық кинофильмдерінде тән еді. Ол ұсақ түйек, жеңіл желпі туындыларды түсіре салудан аулақ болды. Алдына үнемі зор міндет қойып, әлеуметтік маңызы бар тақырыптарға барды. Ол туған елімен отан үшін от кешкен, қаһарлы күндерге қайыспаған қаһармандарды асқақтықпен жырлап, биік өнерге қол созған ардагер азамат еді. Оның шығармашылығы өз дәуірінде жоғары бағаланып, түрлі марапаттармен аталып өтілді. Біздің азаматтық парызымыз Абдолла Қарсақбаев, Мәжит Бегалин, Сұлтан Қожықов, Шәкен Айманов сынды киноөнер майталмандарын тағы да еске алып, олардың қазақ мәдениетіне, қазақ өнеріне, ел дамуына қосқан үлесін айшықтау. Ең бастысы, бүгінгі ұрпаққа сол буын өкілдерінің ерекшелігін, таланты мен танымын паш ету.